Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде жаратылыстану пәні. Сабақтың тақырыбы дыбыстар қандай болады. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары 2, 5, 3, 1. Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. 2, 1, 1, 1. Қоршаған әлем құбылыстары үдерістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау. Бағалау критерийі. Дыбыстар қандай болатынын білетін болады. Қатты және бәсең дыбыстар қай жерде қажет екенін білетін болады. Бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Естиміз, көре алмаймыз. Айтамыз, жаза алмаймыз. Егер де осы жұмбақтың шешуін кім тапса, маған хабарлама берерсіздер. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Біздер бүгін жаңа тақырыбымызға байланысты кім шапшаң ойын ойнайық. Поезд, барабан, жылан, машина, мысық. Ал балалар, осы суреттердегі заттардың қайсысы қандай дыбыс шығарады? Көңіл аударып көріңіздерші. Поезд қандай дыбыс шығарады? Барабан қандай дыбыс шығарады? Жылан қандай дыбыс шығарады? Машина қандай дыбыс шығарады? Мысық қандай дыбыс шығарады? Көңіл аударып, ойланып көріңіздер. Егер де осы тапсырманы орындағандарыңыз болса, маған хабарлама қалдырарсыздар. Келесі оқушылар, тапсырмамыз осы дыбыстар бізге қалай естіледі. Бұнда кесте құрылыпты. Кестені екіге бөлініп тұр. Қатты дыбыс шығатын орындар, екіншісі бәсең дыбыс шығатын орындар. Енді мына суреттерге назар аударып көрелік. Осы суреттердің қайсысы қандай дыбыс шығарады? Бұны қатты дыбыс шығатын орындар дегенге мына суреттердің тиісін орналастырарсыздар. Ал бәсең дыбыс шығатын орындар дегеннің астына оған сәйкес суреттің астына орналастырыңыздар. Дескриптор. Қатты дыбыс шығаратын дыбыс көздерін анықтайды. Бәсең дыбыс шығаратын дыбыс көздерін ажыратады. Қатты және бәсең естілетін дыбыстарға мысал келтіреді. Балалар, қазір мынандай бейне жазбаны көріп тамашалайықшы. Балалар, жануарлардың түрлі дыбыс шығаратынын біз білеміз. Ендеше тақтадағы суреттерге қарайық. Бұл жануарлар бізге таныс па? Жылқы, ит, сиыр, мысық, тауысқан. Жылқы кісінейді, ит үреді, сиыр мөңірейді, мысық мияулайды, тауысқан шықылықтайды. Ендеше бәріміз тақтаға назар аударайық. Дыбыстарды мұқият тыңдаймыз. Аю ақырады. Арыстан ырылдайды. Жылан сылдайды. Балалар, осы жануарлардың дыбыстарында қандай айырмашылықты байқадыңыздар? Кейбір жануарлардың дыбысы қатты болады екен, кейбір жануарлардың дыбыстары бәсең шығады екен.
Балалар, осы сіздер білесіңдер ме? Жануарлар неліктен дыбыстайды? Олар дыбыстарын қалай пайдаланады? Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Жануарлар түрлі дыбыс шығарады. Мысалы, арыстан. Арыстан неліктен дыбыс шығарады? Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды екен. Келесі саршұнақ. Ол неліктен дыбыс шығарады? Саршұнақ қауіп сезсе, өзінің шиқылыменен маңайындағыларға хабар береді екен. Ал келесі ит неліктен дыбыс шығарады? Ит танымайтын адамдарды көрсе, немесе өзінің иесіне қарай қауіптенген кезде үреді екен. Ендеше, осы тақырыпқа сәйкес қандай қызықты ақпараттар білеміз? Мысалы, көк кит жайлы. Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі екен. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естиді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті болады екен. Өте жақсы, жарайсыздар балалар. Балалар, жаңағы бейнежазбаға қарап отырып, қандай ой түйдіңіздер? Нені білдіңіздер? Көріп отырсыздар ма? Сонда дыбыстардың екіге бөлінген қатты дыбыстар, бәсең дыбыстар. Олай болса, жаңа тақырыбымызға байланысты мынандай сауал қояйық. Сұрақ бізден, жауап сізден деген тапсырманы орындайық. Кімге қандай дыбыс ұнайды? Қандай дыбыстар ұнамайды? Неліктен? Егер де осы сұраққа жауап тапсаңыздар, тапсырманы орындағандарыңыз жөнінде маған хабарлама қалдырыңыздар. Оқушылар, кітаппен жұмысқа көңіл бөлейік. Бері қараңыздаршы, мына суретке назар аударыңыздар. Стадионның суретіне қара. Онда не болып жатыр? Қандай дыбыстарды естуге болады? Бұл дыбыстардың қаттылығы туралы не айта аласың? Стадион қандай дыбыс көзіне жатады? Егер де осы тапсырманы орындасаңыздар, маған орындағандарыңыз жөнінде жауап беріңіздер. Жаңағы суреттен көргеніміздей, балалар, стадион адам көп жүретін көше қиылыстары мен би алаңдары сияқты орындардан қатты дыбыстарды естуге болады. Театр, аурухана, кітапханада бәсең дыбыстар естіледі. Балалар, жаңа тақырыбымыз бойынша, бүгінгі сабағымыз бойынша оқып білгеніміздей қандай дыбыс көздері бар екен? Қараңыздаршы. Табиғи дыбыстар, жасанды дыбыстар болады екен. Олай болса, есіңе сақта. Дыбыстар қатты және бәсең болады. Адам денсаулығына тым қатты дыбыстар зиян. Бәсең сөйлесетін және қатты айқайлауға болатын орындар бар. Балалар, бүгін мен сендерге өткен тақырыбымызға байланысты үйде тапсырма беремін. Қандай жерлерде бәсең дыбыстар қажет? Қандай жерлерде қатты дыбыстар қажет? Егер де осы сұрақтың жауабын тапсаңдар, тапсырманы орындасаңдар, маған жауабын қалдырарсыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша мен сендермен кері байланыс жасаймын. Оны
Мына парақша арқылы сөйлемді аяқтау әдісі арқылы болады. Мен үшін қиын болды. Мен түсіндім, үйрендім. Мені таң қалдырды. Алдағы уақытта деген сөйлемдерді толықтырып, аяқтап, осы парақшаны орындағандарыңыз жөнінде маған хабарлама қалдырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, қош, сау болыңыздар.